кеп апты достар қалдарың қалай? Біз мына жақтан өтейік десек қорқып тұрмыз. Не болса да өтіп көрейік, я свет жанып кеткен. Не болса да өтіп көрейік деп тұрмыз. Қазына бар мұнда. Қазына. Достар, біз короче бала ыстық болған прогулкаға шыққанбыз. Енді осы түнелмен өтсем деп шештік. Осы түнел қорқынышты деп ойлап ательелерге бардық. Қанша қорқынышты екен? Ағаштардың өзі де қорқынышты. Анан қараңдар достар, біз уже городокқа келдік. Қазына ана жақта біреу тұр. Достар, көріп тұрсыңдар ма? Ана қараңдар. Қайда? Өтірік айтпашы, мама. Тұр, ане қара. Ана клоун ба сонда, ақ қара? Білмеймін. Біреу тұрған сияқты. Бері жүріп барады. Мен бармаймын. Ана қараңдар біреу. Жерде тұр ғой. Ане көріп тұрсыңдар ма? Мим емес па ол? Қойшы, қайдағын айтпашы, мимдар сондай бола ма не? Мим деген сондай бір клоун бар, ақ қара, и оның шапкасы болады. Ойбай, кетті, қорқам. Бармай қояқшы, бұл кетті. Жоқ, бармай, мен қорқам. Құрсын кеттік. Бармай қояқ. Қорқынышты ғой. Ана соқты бір, какой-то бір адамды ойлап қалдым. Ойлап. Мим сияқты ма, қазына? Бірақ мимдар не существует же? Мимдар өмірде болады ғой. Қойшы. Например, ана жолы синий малыш, Чаки. Ой, олардың бар не ғой, синий малыштар. Олар тиктоктағы трендтар емес па? Мимдар тиктоктағы тренд қой. Қойшы. Тиктокта тоже бар олар негізі. Мен сенбеймін мұндай. Бірақ аппақ біреу тұрған сияқты маған. Ақ қара я сондай. Не? Жүр кетті, құрсын кетейік. Мына жақта біреулер келатыр, ана туннельге қарай өтуге. Туннельге қарай өтсе, алдынан мим шығады. Мим шығады. Мен ба, мим ба? Мим. Мим ба, ше? Мем деп тұрсың ба? Вспышкасын жағып алым достар. Ато қап қараңғыштен көрінбейді. Опа, тас қараңғы. Бірақ светтер қазір уже бір 20-15 минутта уже өшіп қалады. Қаншада өшеді свет? Мама! 10 болып қалды. Қазір оны өшу керек. 10-нан 10 кезде, 10-нан 5 кеткенімізде соныларды уже өшіп қалады. Біз тез үйге кетуіміз керек. Тез үйге жетіп алайық құрсын. Қазына сен мим деп қайдан айттың адамды қорқытып? Енді мемға ұқсайды ғой, мынандай клоун ғой. Нағызды көтерем деп қолым ауырып кетті мені уже. Қазына, кәсені мем қуса, аяқ киіммен қалай қашасың, ана жерің ашылып тұр. Ашылып кетті. Жүр кеттік. Мә, достар. Мем емес сияқты ғой, что-то ешкім жоқ қой артта. Енді тұғылып тұрған шығар, сразу атымыздан жүгір кемейді. Еще достар қараңыздар, мына жердің бәрі ұшып, өсі шөптердің арасында жыландар болады. Мен әттей маманы осындай жерлерге тасып жібердім. Көшей, қорқытпашы адамды. Мынандай жерлерде жылан жүреді. Жылан бар, я, жылан бар, бірақ мен специально жыланы бар жермен алып келетқан жоқ шығарсың. Біз точно осы жолмен кетіп баратырмыз ба үйімізге? Ана жақтан жүреді емес пе едік жолы? Ана жақтан да, мына жақтан да бола береді. Точно? Иә. Мен қолым ауырып кетті нағызды. Нағызды көтеріп келатырмын мен. Аузы бәрі шоколад қой, шоколад. Ойбай! Ужас, шаша кеттім. Дала ыстық, өзі түн болғанмен бәрі бір ыстық болып тұр, бір суық болып тұрған жоқ, жел де болып тұрған жоқ достар. Вообще ыстық. Қазына точно мим ба анау? Мим. Келі қайтадан барамыз ба? Үшін? Барып келейік ана тәтенің үйіне. Жоқ, қойшы, бармай қойшы болды. Айта салшы, бұл бармаймыз деп.
жарайды, давай жүр, үйге кірейік онда, иә? Айта салшы, просто Зерде ұйықтап қалды деп, әйтпесе Зерде сіз бара алмаймыз деп. Мен шош кеттім ғой. Қараңыздаршы, тас қараңғы. Біз мама екеуміз қатты қорқып тұр. Еще музыканың қасына жүрміз. Ал музыкаларда жыландар, мысықтар, иттер және әртүрлі сущностьтар көп жүреді. Содан мен әлі қорқып тұрмын. Бірақ балалар, ата-аналар жүрмі жерде, короче. И вот солай. Менің мама, міне, мама жүр Зердені тасып, маманың қолы шаршап кетті уже. Содан кейін телефонды маған бере салды, видео жалғастырып. Мен бар дегенге мен сеніп тұрған. Біз осыны түсіріп тұрғанымыз, өйткені біз мим, ол редкий клоунда. Сол мен мим сол жерде, короче, мен подруга Марайру деген. И вот сол осы туннельде мимдер жүреді, немесе городокта мимдер жүреді деген. Содан кейін мамам как раз подружкасы туннельге городок жаққа шақырған подружкасы, содан баратқанбыз ғой. Шынымен мимді көрдік қой. Сол үшін біз видео түсірдік. Міне сіздерге қызық болсын деп және. Достар, Қазына біздің ұйықтап қалды. Киіміңді шешпепті, ойнап қатты шаршаған болу керек. Светті өшірейін, ақырын. Светті өшірдім, Қазына ұйықтады. Достар, ұйықтап жатыр. Ау, Зерде болса жүр, міне ұйықтамай. Иә. Біреу оқылдатып жатыр. Біреу тоқылдатып жатыр Зерде. Достар, естіп біреу тоқылдатып тұрған сияқты. Глазоктан көрінбейді, ештеме көрінбейді глазоктан. Не болса да есікті ашып көрейік. Ойбай, мим келіп апты, достар. Мына қараңдар. Ойбай, достар. Массаған. Есікті сіз қомап алайын. Достар, бағана біз алыстан көрген мим біздің үйге келіп апты. Енді тоқылдатып тұр үйдің, есігін тоқылдатып тұр, не істесек екен. Қорқып тұрмын мен. Қорқынышты түрі. Достар, не істеуге болады? Мен қорқып тұрмын. Есіктің түбінде тұр. Зерде, светті өшіріп жатып қалайық. Жат, Зерде, жат. Светті өшіріп жатып қалайық біз. Достар, светті өшіріп жаттық біз. Мен түрім көрінбейді. Дворда біреу жүрген сияқты ма, Зерде? Біреу жүр ма? Біреу жүр, иә? Кім жүр? Кім жүр? Қане? Не ол? Бірдеме көріп тұрсың ба, не? Не көріп тұрсың? Қане? Достар! Мама! Мына жерде тұр ғой мынау. Ей, сен кімсің? Масқара, мына қараңдар. Ойбай, мама. Зерде, кім ол? Кім ол? Жат қаламыз, жат. Қазына. Қазынаны қара. Қазына. Әне, мем тұр. Мем ба тұр, әне. Ойбай. Қазына, ананы қара. Қазына, көріп тұрсың ба? Я, мам, мен күшті бір сладкий сон көріп атсам, сен шошынып ояттың ғой тегі. Ужас. Қара. Көз жанады ғой наны. Ей, сен кімсің? Сөйлесей, кімсің сен? Қазына. Ау. Мынау бізді артымыздан кеп алған сияқты ғой. Не өткен бағана андай подвал ма? Туннельде ол городокта болды. Ол біздің артымыздан анық келуі мүмкін. Ей, сен кім? Қайда кетті анау?
мерещится, наверное, нам. Да нет, ол сөйтіп исчезать етеді ғой. Сен қалай қорықпай отырсың, Қазына? Жоқ, қорқып отыр. Мама просто сыртына қорықпағандай езіледі Жоқ, кетіп қалды жерде. Жоқ, кетіп қалды, соным. Жоқ. Қорқып отыр, достар. Кетіп қалды. Масқара, достар. Анау кәдімгі бұл сияқты жоқ болып кетті ғой, достар. Представляете? Жоқ болып кетті. Өте странно болды біз үшін. Өйткені ол бағдада бері оған бетіне қарап отырдық. И ол бам, жоқ болып кетті ғой. Достар, Қазына ұйықтап қалған. Жүрегім су ете түсті ғой. Ұйықтап қалған. Ана мем деген негізі клоун ба бірдеңке ғой? Клоун. Оның түрі нормаль еді ғой, мына мемнің түрі қорқынышты. Жоқ, ана клоунның түрі өте қорқынышты. Ол адамдарды подвалға кіріп, андай қамап ұстайды. Короче, ол подвалға кірсе вообще қорқынышты. Бізді хотя бы подвалға апармады, и ол өте жақсы. Бірақ келесіде бізді подвалға апармады. Мынау бізді артымыздан аңдып келіп алған ғой, Қазына. Солай ойлап тұрмын мен де, өйткені біз одан қашып кеттік, и ол бізді көрді. Бірақ біз оған мән бермей үйге қашып кеттік. Уже қазір сағат қанша? 12 болды түнгі. Кстати, адамның артынан солар сағат 12-лерде келуі мүмкін. Достар, дәл осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерден күшті қолдау күтеміз. Біздің подписчиктерді 10 мыңға жеткізеріңіздер. Лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Осы видео ұнаса. Бірақ мына мем тағы да келетін сияқты, Қазына, қалай ойлайсың? Келетін болса, соткіге түсіріп аламыз тағы да. Есіктің бәрін іліп қойдым, бірақ ол қалай кету, қалай шығып кету мүмкін. Білмеймін, ол бағана мен исчезім деп кетті ғой, значит, үйден исчезім болып түсіп кетіп қалады ғой. Бірақ мен есікті іліп алдым ішімнен, ол сыртта қалып қалған подъезде. Мына жаққа келіп тұр. Достар, давайте қолдап кетіңіздер. Осы мемнің жалғасы болсын десеңіздер, қолдап, лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып, біздің подписчиктерді 10 мыңға жеткізеріңіздер, пожалуйста, сіздерден жалынып сұраймыз. Ал енді сау болыңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеоға кездескенше.